Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен координаталық сәулемен танысамыз. Енді координаталық сәуле деген не? Негізі мына нәрсе есіңізде болсын. Математикада әрбір жаңа тақырыпты үйренген кезде сізге жаңа бір сөздер беріледі. Сол сөздердің мағынасын дұрыстап ұғынып алмасақ, біз ол тақырыпты түсінуіміз кішкене қиынға соғады. Енді бұл жерде сәуле деген не? Сәуле ол, мысалы, күннің сәулесі, иә? Яғни оның басы бар, басталатын, бірақ соңы жоқ, және оның бағыты бар. Яғни координаталық сәуле деген ол басы бар, координаталар басы, және оның бағыты бар. Және ол өсу ретімен жүреді. Яғни 1, 2, 3, 4 деген сияқты. Енді осы координаталық сәуледе біздің түсінуіміз керек нәрсе ол бірлік кесінді деп аталады. Яғни ол қадамы. Кейде жаңа мен айттым ғой, координаталар басы ол 0 көрсетіледі міндетті түрде. Одан кейін келесі сан ол 1 болмауы мүмкін, келесі сан 5 болуы мүмкін. Яғни оның қадамы 1-ден 5 шаққа болып кетті. Әрбір қадамы 5-ке болып кетті. 5 шақ деген енді қате болады, 5-ке болып кетті. Одан кейін 10 болады, одан кейін 15 болады. Мықты математик болып есептердің оңай шығару жолдарын үйренгің келсе, каналға жазылуды ұмытпа. Және бұл есепті достарыңа жібер. Пікір жазсаң, вообще тигр боласың. Осыны бірлік кесінді деп айтады. Яғни бірлік кесіндісі 5-ке тең. Енді осы координаталық сәуледе бізге тапсырмалар беріледі. Жаңағы сандардың қосу және азайтуын түсіндіреді координаталық сәуледе. Яғни бір сан 17 деген санда тұрсыз сіз. Сізге 20-ны қосу керек. Сіз қайда барасыз? 17-те тұрсыз. Сіз координаталық сәуле бағытымен енді ол өсу бағытын көрсетеді. Демек, былай қарай 20 жүресіз. Сонда 17-ге 20-ны қоссаңыз 37 болады. Енді керісінше, осы 37-ден мен 15-ті азайтайын. Яғни, мен мына жерге келем. 37-ден аламда 15-ті азайтам. Мен 22-ге келем. Жалпы координатада осылай несін көрсетеді ғой, стрелка жағын. Сол бағытта азайтасыз, немесе сол бағытта қосасыз. Бастапқыда 17-ден 37-ге баратын кезде біз 17-ден 37-ге дейін бізде стрелка жүрді. Керісінше 37-ден 22-ге дейін стрелка жүрді және минус 20 деп жазылды. Жалпы координаталық сәуле үшін әзірше сіздерге түсіну керек ақпарат осы.